Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді, балалар сүйіп жейтін үй жағдайында тауық наггетстарын пісіреміз, тура KFC-дағыдай. Бізге ол үшін 1 килограмм тауық филесі керек. Оны жуып, ұзынша етіп турап аламыз. Видеода көрсетілгендей. Енді туралған етке 1-1,5 шай қасық тұз саламыз. 1 шай қасық паприка, 1 шай қасық чеснок ұнтағын қосамыз. Жарты шай қасық қызыл ащы бұрышын және қара бұрыш қосамыз. Тауықты жауып тұратындай үстіне салқын су құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Тауығымызды 2-3 сағатқа маринадтап қоямыз, салқын жерге. Уақыт өткен соң 2-3 жұмыртқаны араластырып аламыз. Және де бізге ұн менен панировочный сухари қажет болады. Тауықтың суын төгіп, кішкене құрғатып аламыз. Бірінші тауықты ұнға батырамыз, видеода көрсетілгендей. Одан соң жұмыртқаға, кейін сухариге араластырып аламыз. Барлық етімізді алдын ала дайындап аламыз. Себебі етіміз тез піседі. Енді майымызды қыздырамыз. Тауықтарымызды 2 жағы қып-қызыл болғанша қуырамыз. Отымыздың астын орташа қыламыз. Себебі сырты қызарып кетеді де, іші піспей қалуы мүмкін. Біздің дәмді тауық наггетстері дайын болды. Өте дәмді, балдардың көңілінен шығатын тағам. Балаларыңызға, отбасыларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Назарларыңызға рахмет, каналға жазылуды және лайк басуды ұмытпаймыз.